Ассаляму алейкум, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жаңа жылға, яғни мерекелік дастарханға арналған өте дәмді, ерекше, әдемі болып шығатын салат түрін жасайтын боламын. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп, пікір қалдырып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Менің басқа да жаңа видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Бізге қажетті заттарымыз: піскен жұмыртқа, тауықтың төс еті және де картоп, сәбіз, тұздалған қияр, көк сарымсақ, укроп және де осындай домалақ формамен майонез қажет болады. Ең алдымен бізге осылай теркамыздан жаңағы жұмыртқамызды, картоп және де сәбізімізді өткізіп алатын боламыз. Келесі кезекте 4 бұрыштап, яғни піскен тауықтың төс етін және де тұздалған қиярымызды да дәл солай турайтын боламыз. Укроп пен көк сарымсағымызды ұсақтап турап алуды ұмытпаймыз. Келесі осындай формамызды орналастырып, теркамыздан өткізілген картошкамызды салып, осылай бетін тегістеп шығамыз. Майонезімізді барлық жерге жағып, дәміне қарай тұз салуды ұмытпаймыз. Сіздер қара бұрышта салуларыңызға болады. Мен үйде балалар болғандықтан мен салған жоқпын. Келесі, яғни теркамыздан өткізілген сәбізімізді салып, бетін тегістеп, майонезімізді барлық жерге жағып, дәміне қарай тұзымызды себеміз және де тауықтың төс етін салып шығатын боламыз. Оны да тегістеп, майонезімізді жағып, тұздалған қиярымызды саламыз. Ең соңында, яғни теркамыздан өткізілген жұмыртқамызды сеуіп, майонезімізді жақсылап жағып шығатын боламыз. Бетіне әсемдік үшін ұсақтап туралған укропымызды сеуіп шығатын боламыз және шет жағына көк сарымсағымызды әдемілеп сеуіп шығамыз. Формамыздан алмай осылай күйінде, яғни тоңазытқышқа 1 сағат көлемінде қойып қоятын боламыз. Міне біздің мерекелік дастарханға арналған өте ерекше дәмді болып шығатын салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығатын сөзсіз, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге және отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Жаңа жылда отбасыларыңызды қуантып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.